Енді жігіттермен билесе бір түрлі болады еді, қыздармен билеген. Просто биледік, мода тұрған ештеңе жоқ. Қалай биледік? Бұл жерде мысалы Еркебұланның бачатасы бар мысалы, иә. Әсемнің жаңағы хай хилсы бар. Егер мысалы Әсем сияқты билесең, онда сұрақтарымыз болады. Еркебұлан сияқты билесең де сұрақтарымыз болады. Ал жай жаңағы тойский би болса, онда болады ондай. Тойский би, мен де сәл... Жоғарда бачата ма? Сәл бачата билейтін бар мен де Еркебұлан сияқты. Мәссаған, бачата билегенің бе? Иә. Енді жарайды, қатты қыспақ қалып жібердік ау деймін, біздің Асхатты. Өйткені танысуға үміткер келіп отыр. Бәрін рет-ретімен жасайықшы, үміткер келсін, көрсететін ақпаратымыз болса көрсетейік, бәрін жасайық. Енді дайынсың ғой жалпы таныстыққа? Дайын, Шах мырза, тоқтаңызшы, бачата билеймін дегені қалай кетті сонда? Не айтқың келді сен? Енді бачата, не айтқың келді? Мен түсінгенімді айтпайыншы, сен өзің айтшы. Біз бәріміз бір дүниені түсіндік жалпы. Сен түсіндіріп берші бізге. Жоқ, бачата сәл билейтін бар деп отырмын да. Сол бачата билегенімді айтып отқан шығар деп отқан. Нақты бачата ма, бачатаға ұқсас дүниені ма? Бачата. Нақты бачата. Сен яғни Еркебұлан сияқты үйреніп, кәдімгі сол биге қатысып, жаңағы ортақ сондай жиналыстарға барып, қыздармен бачата билейтін әдетің ба? Иә. Еркебұлан сияқты. Еркебұлан бірге барасыңдар ғой демек? Жоқ, бірге емес. Мен көрмеген вообще. Қазір мынау өтірік болып қалса, біз мына жерде сынап жібереміз ғой. Өйткені Алматы қаласында бачата билейтіндердің жиналысы бір жерде ғана болады. Және олар бірақ қана ұйым. Жоқ, көп. Көп бір жерде ғана емес. Мәссаған, Еркебұлан бар ма? Көп. Бір күнде 3 жерде, 2 жерде болады. Енді екеуің екі жақта жүргенше бір жерге бармайсыңдар ма деген ниетпен. Сонымен Асхат неге қорқып отыр? Үміткер келді, ақпарат ашыла ма? Не болады? Жардамадан кейін алыстамаңыз. Бақытын бұл маусым. Қазақстанның бачата бишілерінің бірі емес, бірегейі Асхат студия ортасында отыр. Кезекті үміткерін күтіп, қазір шығады, таныстық болады студияда. Бірақ Асхат кәдімгі қорқыныш жаулаған бойым бар ғой. Білмеймін, көзі жапылықтап отыр ғой, анда бір қарайды. Жоқ, нормально. Сол кеште бірдеңе білдірді-ау деген. Күдіп қалып кетті, білмеймін. Жалпы сол сенбі күні жаңағы билейтін жерге барып, әбден қыздармен бачата билеп көз ашылған сияқты Асхаттың кешеге келген Әсемнің биін қолдағанына қарағанда, мүмкін сен бір былай хай деп жүре беруің керек бет деймін да. Мынау шынайы болшы, осындай бол. Абылай сияқты. Деді бірдеме Нұрлан, бірақ мен түсінген жоқ. Бірдемені меңзеді бұл жігіт. Жоқ, айтып жатырмын да. Енді сенбі күні бачата билеп қыздармен мәз болып келді. Сол қыздардың бірі ма деп ойлап тұрған шығар деймін да. Бәлкім. Әсемді де не үшін қолдаған белгілі болып тұр ғой енді. Сол екен ғой. Енді Асхат өзің қалай ойлайсың? Мысалы, қараш, сол жаңағы көңіл көтерген кеште Ерасылдың бір қызды құшақтап отырғанын түсіріп алған адамдар дәл сол бір 5 метр жерге телефонын бұрып, сенің билеп жатқанды түсіріп алу мүмкін бе? Мүмкін, е? Мүмкін, е? Және егер түсіріп алса, не көреміз бүгін? Енді ол жерде сәл масайрап қалам, ойындайым. Жоқ, би ғана болса, онда жүреді енді. Би дейміз да, бірақ биден артық ештеңе ғой. Нақты есімде жоқ, бірақ билегенім есімде. Нақты есімде жоқ, яғни соншалықты мас болдың ба не? Сәл масайрап қалым, е. Жоқ, масайрап қалу деген енді есті жоғалту емес қой. Не дейсің, Ақерке? Жоқ, Ерасылға айта алмайым мен, не айтам оған деген осы екен ғой. Мен айтқым келеді да, ішті масай қалдым, есімде жоқ дейді. Сендер өзі сол кештен кейін шыққаннан кейін қайда барыңдар, қайда қондыңдар, кімнің үйінде болдыңдар, кіммен болдыңдар, естеріңде ма сол? Үйге қалай жеткенің мысалы? Жоқ айтты да. Содан шыққан ең сразу қайтып кеттік, Ақерке уайымдама. Оны қайдан білесің? Ол жағы есіңізде қалай қалып қалды? Енді тез тарқайды ғой негіз. Солай ма? Сыраның несі, арақ емес. Солай ма? Тез тарқай ма? Қанша уақытта тарқайды? Бір жарты сағат. 1 сағат, 7 сағат. Жарты сағат. 7 сағат дейсің? 1 сағат. 1 сағат.
яғни 1 сағаттың ішінде масайғаның кетіп қалады бірден. Енді полностью кетпесе де сәл кетеді. Қап әттен сол 1 сағаттың ішінде билемей отыра Ерасыл айтып жатыр, жоқ 2-3 сағатқа дейін тұрады ол деп. Енді бұл Арақ емес, сыраң тез кетеді ғой. Солай ба? Мен айтамын, неғып сен қорқып отырсың кәдімгідей? Біз бірге шығып далаға жаңағы Дәулет үшеуміз шыққан кезде. Одан ары қарай есіңде жоқ па? Арға есінде жоқ па дегенде сен кеттік қой тарқап кетіп Қалай қайтқаның есіңде жоқ па? Қалай қайтқаның есіңде жоқ па? Есінде? Қалай? Кәдімгідей таксимен қайттық қой. Солай ма? Ол нақты такси ма, жоқ әлде бір адамның көлігі ма? Нақты такси. Нақты такси. Яғни жалдамалы. Ақшасын төледіңдер. Кім төледі? Жоқ, енді әркім өз жөнімен кетті ғой. Жоқ, негізі ол кезде Ол автобус емес қой, әрқайсысы өзі үшін төлейтін. Бұл такси ғой. Біреу шақыру керек, біреу төлеу керек. Жоқ, енді мен өз жолымен кеттім, олар өз жолымен кетті дегенде бөлек кеттіңдер яғни, бөлек. Асхат, негізі сен өтірік айтпайтын жандардың бірісің ғой негізі. Шындықты ғана тек айтатын ше. Біріншіден қорқып тұрған сияқты бір ақпарат шығып қала ма деген сияқты бір күдік болып тұрған сияқты. Жоқ, ақпарат шыққанда сол танысполдаға шығуы мүмкін. Сол билеген, бачата билеген. Неге нақты билегенің ғана? Сен айтып отырсың ғой, мен есімде жоқ. Мүмкін биден артық бірдеме болған жоқ. Жоқ, онда ештеңе. Ол бачата емес, Шахмырзағындай хай хилс билеген сияқты ғой қыздармен. Оны кім біледі, кім біледі. Жарайды енді бәрі кезегімен болсын. Әуел енді үміткер келіп отыр ғой, білмеймін енді кішкене қорқынышы сейіле ме, күдіктері кәдімгі жоққа шыға ма, білмеймін, жоқ әлде көбейе ме мүмкін бұл үміткер келгеннен кейін. Дегенмен шақыратын уақыт келген сияқты. Келіңіз. Сәлеметсіз бе? Қош келдіңіз студиямызға. Жарқ ете қалдыңыз. Есіміңіз? Арай. Арай. Жасыңыз? 35-те. 35-тесіз. Асхат, сен жасың нешеде еді? 29-да. 29. 6 жас айырмашылығы бар, е? Саған кедергі болмай ма? Көру керек. Көру керек дейсің. Сізге ше білдіңіз ғой, Асхат 29-да екен. Кедергі емес дейсіз ғой? Кедергі емес. Өйткені біздің жобада ондай мысалдар болған, е? Кедергі болса, сыра іше салады, масайып қалады, кедергі болмайды, содан бәрі жақсы болады. Деп біз Асхатты біраз сынап жатырмыз ортаға шыққалы бері. Қорқып шықты жігіт ортаға, сонымен неге өйтті екен деп біраз қазбалап жатырмыз. Қазбалаған сайын бір дүниелер ашылып жатыр. Ары қарай қазбалауға шынымды айтсам қорқып та тұрмын. Үміткеріміз бачата билей ме екен? Бачата билемейсіз? Жоқ, биге жоқпын. Биге жоқсыз ба? Асхат бачата билейді екен, жаңа ғана білдік. Естідіңіз бе оны? Бачата билейтін жігіттерге қалай қарайсыз? Билегенде де жай билемейді, яғни профессионалды дәрежеде. Білмеймін, бұл кәдімгі бір өнер деңгейіне көтерген бір бишімін дейді де бұл биді. Көру керек дейді. Көру керек дейді? Бірақ енді нағыз биде ер азамат кәдімгі жүргізсе болды ғой, қыз баласы тек қана енді қыз баласының үлкен рөлі жоқ бачатада, солай емес пе? Тек қана сенің артынан қайталау керек болады. Дұрыс па? Онда менің ойымша өзі ақ үйретіп береді. Қызға да байланысты негізі. Қызға да байланысты ма? Несі байланысты? Енді білу керек қой, былай істегенде былай істеу керек, былай істегенде былай істеу керек. Солай ма? Жарайды. Жарайды, үміткермен таныстықты жалғастыра берейікші. Қайдан келдіңіз? Осы Алматы қаласынан. Осы жерде туып өскенсіз? Жоқ, Талдықорғанда туып өскенмін. Талдықорғанда. Алматыда тұрамын, анаммен бірге. Анаңызбен бірге немен айналысасыз? Психолог болып жұмыс жасаймын. О, қандай керемет. Бір психолог біздің студиямызға керек негізі жалпы бар ғой. Тілегенің алдынан іздемей ақ табылар болып отырған. Бұрын соңды тұрмыста болған жоқсыз. Неге олай болып қалды? Кішкене так получилось. Карьера деп қуаладыңыз ба? Жоқ, бір причиналар болған, себептер. Қандай екенін айта алмайсыз ба бізге? Кейін айтып бере аламын. Кейін айтып берем? Ал қазір айтуға не кедергі? Кейін айта аламын. Жарайды, біраз уақыт керек екен. Ендеше өзің баста таныстықта. Мүмкін сен сұрасаң айтып берер ме екен үміткер? Біз екеуміз сенбі күні билеген жоқпыз ба деп бастағаның жөн. Саламатсыз, қош келдіңіз. Саламатсыз. Мені таңдық келгеніңізге рахмет. Есіміңіз кім дедіңіз? Арай. Арай дедіңіз, е? Бұрын соң тұрмыста болғансыз, е? Жоқ, болған жоқпын. Болмағансыз. Руыңыз қандай? Найман. Найман?
ата анаңыз біле ма келгеніңізді? Иә, анам біледі. Кеше талқыланған мәселе, сіз қалай ойлайсыз, жаңа қыз бала более қаттырақ жақсы көрген дұрыс па, или жігіт жақсы көрген дұрыс па? Жігіт жақсы көрген дұрыс деп ойлаймын. Неге? Себебі айтады ғой, жігіт сүйсе алады, қыз сүйсе қалады деген сияқты. Сен қанша жерден қыз бала болып, жігіттің артынан жүгір, былай да жаса, жігіт ер бала никак қарамайды деп ойлаймын мен. Ал егер ер бала сүйетін болса, ол даже у другого может отнять деген сияқты. Өзім ойым солай. Сосын кеше талқыланған мәселе не тақырып дегенім, то есть балда жаңағыдай бір тараптар айтты да, жаңағыдай жағдай жасап барып балалы болу керек деп. Сіздің ойыңыз қалай? Енді ол бір шетінен дұрыс, конечно, жағдай жасап барып деген, но енді ер бала, ер азамат деп айтайын, определенный возрастқа келіп, әлі ештеңкеге достигать етпесе, енді ол дұрыс емес деп ойлаймын. Яғни қараңыз, белгілі бір жасқа келіп, белгілі бір жетістіктерге қол жеткізбесе. Қай жаста қандай жетістік болу керек кем дегенде? Мысалы, Асхаттың жасы 29-ды. Биыл немесе келесі жылы 30-ға толады, енді кәдімгі орда бұзар жасқа келеді. Қандай жетістіктері болу керек 29-30 жастағы жігіттің? Тұрақты жұмысы болу керек осы уақытқа дейін. Үй болу керек деп ойлаймын. Үй болу керек? Аха. Енді көлік деп айтпай қойын, но тұрақты жұмыспен жаңа үй болу міндетті түрде деп ойлаймын. Және де бір жұмыстан бөлек мүмкін өзінің бір жеке бір бизнес кәсібі болу керек деп ойлаймын. Қосымша табыс көзі дейік. Себебі қазіргі заманда барлығы өте қымбат. И қазіргі енді бала болғандықтан уже как-то уже қалай айтсам болады. Баланың болашағына деген нәрселердің бәріне көңіл бөлу керек та, екеуі емес қой енді уже. Енді баланың болашағы болу үшін бір табыс көзіне қарап қалуға болмайды. Қарап қалмау керек, иә. Кем дегенде 2-3 болу керек. Сонымен, Асхат, үй болу керек, тұрақты, жақсы жалақысы бар жұмысы болу керек, сонымен қатар қосымша табыс көзі болу керек. Қайсысы бар сенде? Мәселесі, қазір сұрақ қойсын. Мәселесі ол дүниелер болмайған жағдайда баланы кейінге қалдыру керек па? Қалай ойлайсыз? Жоқ деп ойлаймын енді. Асхат, сен басындағы Асхат қайда? Неге сен мияулап тынышталып қалдың? Біріншіден қорқып отқан сияқтысың, сен мына бір ақпарат шығып қала ма деген сияқты бір күдігің бар, болып тұр ма? Түріңден сен түрің алдамайды ғой, негізі өзіңде алдамайсың ғой өмірде. Мына жерге шыққан екен, любой адам қобалжиды ғой. Кім? Абылай? Өзіңде қанша уақыт оттың, мысалы, өзіңде отсың, ана жаққа қобалжисың ғой, ана жақтан мына жаққа. Жоқ, қобалжыған бөлек. Сен оның алдында да үміткер келген кезде сен кәдімгідей ашылып сөйлеп, қазір вообще қорқып отырсың. Түріңнен ақ көрініп тұршы. Дәл қайталап көрсең болады видеоны. Жоқ, абылай енді Асхатты түсінуге болады ғой, енді көп уақыт үміткер келген жоқ, кішкене қобалжып отқан шығар деген. Жоқ, бұл жерде мен бір нәрседен қорқып отыр деп ойлаймын. Жаңағы Ерасыл құшақтаған қыздың құрбысы келіп тұрған сияқты мен ойымша. Шах мырза, үміткерге сұрақ қойсам болады. Ерасыл құшақтаған қыздың құрбысы келіп. Айттың ғой, Асхат, біз сенбі күні биледік пе деп бірінші сұрақты қой деп. Егер ондай күдігім болса. Я жоғын бірақ жауап берген жоқ. Сенбі күні биледік ба? Билемеймін деді ол. Оңайға қоймадым. Енді сахнада билемейтін шығар, қайдан білесің? Мүмкін сені көріп билегісі келіп кеткен шығар. Асхат естімейді. Асхаттың есінде жоқ қой ол, қалай болғаны. Шах мырза, сұрақ қойсам бола ма? Сонымен үміткерге сұрақ қойды ғой. Біз екеуміз сенбі күні биледік пе сізбен дейді? Жоқ. Сенбі күні билеген жоқсыз, е? Сенбі күні таныстық па деген екінші сұрақ. Жоқ. Танысқан жоқсыз, е, сенбі күні? Онда немене уайымдап отырсың, Асхат? Жоқ, уайымдап отырған жоқ, қобалжып отырмын просто. Қобалжып отырсың ба? Иә. Білмеймін, екі көзің летке жексенбі билеген шығарсың ба? Бірдеме көрейін деп тұрған сияқтысың да ма? Экраннан. Сізге қарап отырмын. Маған ба? Маған ба? Әйтпесе экранға қарап бірдеме көргісі келіп отырмайды. Қатысушылар көмектесші. Жаңағы сұрақ 29 жаста жігіттің кәдімгі қолында не болу керектігін айтып берді үміткер. Қайсысы бар сенде? Үй, тұрақты, жалақысы жақсы жұмыс, сонымен қатар қосымша табыс көзі. Жұмыс бар, үй бұйыртса алам. Көлігім болған енді, алам бұлай соны. Яғни нақты тек қана жұмыс қана бар, я осы үштіктің ішінен. Нақты жұмысы ғана бар. Бұл кедергі ме сіз үшін? Жоқ, кедергі емес. Кедергі емес, аха, Ружан. Главное, жұмысы бар.
Саламатсыз ба, қош келдіңіз. Сізден сұрағым келіп тұр. Сіз барлық толық эфирді көріп келдіңіз ба? Асхат танып келдіңіз ба? Мұнда қыздарды неше түрліге теңеп, мысалға бірсе құлыпқа, бірсе ашық кәмпитке теңегені. Мысалы, сізді қазір көріп отырмын, шортымен отырсыз ба? Соны, юбка, Асхаттың көзқарасы жаман болады деп ойламайсыз ба? Жоқ, ойламаймын. Эфирді көріп келдіңіз ба? Иә. Асхат мұнда енді мяулап отыр ғой. Бұл нағыз Асхат емес, нағыз Асхат ана жолы отырған Асхат. Айғалап мына жақта бізге, бәрімізге, қыздарға неше түрлі сөздер айтып, Асхаттың пікірінен кейін мына жақта қыздардың бәрі көтерілген, вот нағыз Асхат ол сол. Саған тікелей сұрақ енді сенің юбкаңды айттым ба мен? Неге қысқа киесің деп айттым ба? Жоқ, енді барлық қыздарды ашық кәмпитке теңедің ғой сен. Айттың ғой, менің әйелім болса, ол мен жабық кәмпитті ғана аламын әйелдікке деп өзің айттың ғой. Иә, ашық кәмпитті мейір алады деп айттың сен. Бұл жерде қазір жаман жағынан түсінбеді. Асхаттың тұйық болып отқаны осы қаншама мысалы сөз айтты, кейін қанша неге адам одан өзгермеу керек қой? Адам өзінің пікірінде қандай қалды, солай болып қалу керек. Ол пікірде қалам, бірақ именно прямой саған неге прямой саған айтқан жоқ, сен общий қыздарға айттың ғой, барлық қыздарға. Қысқа киетін, тізеден жоғары киетін қыздарды ашық қыздарға теңеді, ашық қыздарға. Енді осыдан кейін қанша рет кешірім сұрады, иә, мысалға, қазір енді сол үшін сұрағанда ол оның пікірі ғой, өзінің пікірі үшін не үшін кешірім сұрады ол? Кешірім сұрады, екінші рет оны қайталамайды деген сөз. Асхатты қолдау керек, Жаңылхан кет. Аружанға айтамын да, қашаннан бері адам пікірді өзгермейді, қатып қалған қағида деген қашаннан бері сондай бар. Енді айтып тұр ғой, мен өз пікірімде қаламын дейді ғой. бір секундқа, бір минутта, бір мыңғыр пікір ойлап тастауға болады негізінде. Бар ғой, пікір негізі өзгере береді аяқ астынан. Түсіндің ба, Аружан? Білмеймін, Асхаттың пікірі өзгермейтін сияқты, енді 30 жасқа келіп пікірі өзгермесе. Асхатқа сұрақ қоя салайыншы, иә. Асхат саған сұрақ қояйыншы, болашақ жарыңыз, яғни әйеліңіздің жоғары білімі болу маңызды ма сіз үшін? Жоқ, маңызды емес. Маған ең басты қыздың өзі маңызды. Өзінің ішкі жан дүниесі, өзінің мінезі. Асхатты қорғайтын адам бар, көрдіңіздер ма? Оны нені деп ойлап қалмаңыздар. Просто мен Аружанның пікіріне қарсы шығып жатырмын ғой, бұл жерде ешқандай да Асхатты қорғап жатқан жоқпын. Аружанның пікірі просто айтып жатыр ғой, адам пікіріне қалып қою керек деп, мен соны ғана айттым. Ал бұл жаңағы Нұржаңыл жұбының ортақ пікірі ме, жоқ әлде тек қана Жаңылхандікі ма? Бұл тек қана менің пікірім. Тек қана сенікі ма? Бәсе Нұрлан жаңағы Асхатқа тиісіп отқан сияқты болып еді. Астарлады, бірақ енді тиісті ме жоқ па білмеймін. Асхатқа ештеңе деген жоқпын ғой, мен Аружанға айтып жатырмын, адам пікірде қалып қоймайды. Мен Асхат деп аузыма алған да жоқпын бұл жерде. Асхатты аузыма алмасын да, меқта. Дұрыс, етпей қой. Асхат, үміткер келіп отыр, сен уайымдап отырсың, қобалжып отырсың, неден екенін білмеймін, бірақ қорқып отырсың, иә? Үміткер келіп отыр және бірдеме болып қалатын сияқты отырсың да, менің ойымша, егер осылай жалғаса берсе, сен қазір жаңағы жүрек талмасынан қайтыс боласың. Мүмкін жаңағы шымылдықты ашып, кішкене үфтеп, бүгін бір болайық жобасы менің бір жанды жерімнен ұстап алмапты ғой деген бір жарайды деп кішкене денеңді бос ұстау үшін кәдімгі шымылдықты ашармыз мүмкін. Ашайық, иә? Жарайды, ашылсын. Үф дедің ба? Үф дедің ба? Жоқ, енді шілеу үф дейтіндей қорқып. Сол сенбі күнгі дүниенің қатысы жоқ екенін түсіндің ғой, үміткерге? Иә. Ол жерде кәдімгі неткен жоқсыңдар, танысқан жоқсыңдар, бірге биле. Жоқ, әлде қатты мосайып қалдың. Есіңде емес пе? Мә, жігіт тіпті кіммен билеген есіңде емес сияқты ғой, е? Онда бұлай бар ғой, сенің мысалы санаң өшіп қалса да, яғни сыраның кесірінен, е? Бірақ дене бәрібір жаңағы ақпаратты сақтайды мидың бір түпкі жағында. Және ол қашан еске түседі? Сол дүниелер қайталанған кезде. Болмаған есімде арайдың именно. Нақты есімде ме? Бәлкім сол сен танысболға шыққан кезде арай келген шығар, қайдан білесің? Бәрі мүмкін ғой, мен бұлай айтайыншы енді, жаңағы бачата биінің бишілерінің бірі емес бірегей деп жаңа Камила таныстырды ғой, Әділет, бар ма бачата? Жоқ, мен бірегей деп. Жоқ, дене, тілі, яғни сол жағдайды жаңағы ұйымдастырып, мүмкін бірдеме естеріңе түсетін шығар. Жоқ, бірегей мен... Қызды биге шақыршы өтініш. Бірегейім деп. Жарайды, көреміз. Шақыршы қызды биге. Шақыршы қызды биге. Дәулет, sıra берші мынаған. Дайыныз. Келесі ортаға шыққанда Тұра.
Жоқ, Асхат, келесі деген дүние жоқ. Сен айттың, мен үнемі бачатаны би. Бачатаның бір ерекшелігі Еркебұлан. Айтшы, бұл импровизация бие, иә? Қалай сезіп тұрсың, солай қимылдайсың. Бұныған дайындық қажет емес. Құрметті көрермен, құрметті қатысушылар, Арай, Асхат, қазір Асхаттың орындауындағы бачата биінің үлгісі. Ортаға! Қызды шақырасың әуелі, қолым ұстап. El tiempo pasa y pasa y yo sigo así, queriéndote mis brazos sin poderte tener, y busco una salida para no verme así. Ay, que lejos de mi lado tu amor está de mí. Yo lloro y lloro al saber que no estás. Con mis labios, mira mami, yo te quiero besar. Y trato por no sentirme así, pero es malo saber que ya no me quieres a mí. Mira cómo estoy sufriendo, me quemo por dentro por sentir tu amor, Mami, no me hagas eso, sabes que te quiero con todo el corazón. Una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas, así funciona el corazón. Бачата биімен жарнамаға кеткен едік. Асхатты бекерден бекер билеткен жоқпыз. Жаңа үміткері келді, бірақ сенбі күні билеген қыз дәл сол ма, жоқ па, есіне түсір деп мүмкіндік беріп едік. Сонымен? Ол емес. Ол емес екен. Ол емес. Қап бәттеген. Бұл қыз жоқ шығар деп ойлаймын. Сенімдемін. Бұл бар ғой, Асхат жаңағы күлше қыз ертегісіндегі кейіпкер сияқты, кәдімгідей. Сол ертегіде қалай болған жаңағы күлше қызды көретте, түрі есіне қалмай, аяқ киімі бойынша іздеп табады ғой содан кейін. Ал Асхатта аяқ киімнің орнына би. Бірақ ол қыз емес екен, Жоқ, бірінші рет көріп тұрмын. Есіңе нақты түсті билеген кезде. Солай ма. Сен бүгін сіз шынымен де Асхатты көрген жоқсыз, бір орында отырған жоқсыз. Қазір жаңағы танысуға келіп отырсыз. Енді өзіңіз қалай ойлайсыз, Арайлым? Енді Асхат сондай жігіт екен. Яғни эфир кезінде жалпы ұлттық құндылықтарды сақтауға бүкіл күшін берген кәдімгі қыздар, жабық киініңдер, иманды парасатты болыңдар деп айтады. Ал сенбі күндері және жексенбі күндері, жұма кешінен бастап бар. Жұма кеші, сенбі, жексенбі жаңағы тіпті кіммен билеп, не істеп жүргенін есіне ала алмайтындай жаңағы бір көңіл көтеретін кештерге қатысады екен. Сіз қалай ойлайсыз? Сіздің болашақ жарыңызда бұндай әдеттер болу керек пе? Жоқ, әдет болмау керек. Әдет емес қой, бір рет, айына бір рет солай болса болады, конечно. Айына жылына бір рет болса болады, но не часто. Асхат, сен де күнделікті емес. Күнделікті емес, сол айтып отырмын. Мен деңізі ішкілікке құмар емеспін. Бір айына жылына андасында ішемін сыра. Бір жағдай болған кезде. Себебі болған кезде. Балдармен жолып қалған кезде ата мүлде негіз ішпеймін, шекпеймін, құмар емеспін ондай нәрселер. Ондайға құмар емеспін. Сенбі күні сол бір үлкен себеп болатындай не болды? Енді кімнің қайғысына ортақтасайын деп Ерасылдың қайғысына. Ерасылдың қайғысына ортақтасайын деп. Шүйге таратайын деген ғой. Бұл сенбі күні бәле болды маған бар ғой, қайта. Негізі кішкене отырып аш судан көргеніміз бар енді. Ерасылдың қайғысына ортақтасайық деп. Енді жарайды енді. Достарыңның қайғысы болмасын, әйтпесе ортақтасып кәдімгідей әдетке айналып кетіп жүрер. Сөйтіп енді танысаңыздар. Енді міне Арай деген қыз осы. Билеп көрдің тіпті. Сұрақ болса қойыңыз. Қай қаладан боламын дедіңіз? Туған жерім Талдықорған. Бірақ осы Алматы қаласында тұрамыз, анам екеуміз. Ең соңғы қарым қатынасыңыз қашан болды? Уже 2 жылдай болып қалған шығар.
бір жарым. Біткеніне ма? Иә. Бір жарым. Шах мырза сұрақ қойсақ. Неге айырылсыңыздар? Ну, там разница в возрасте. Жас айырмашылығы болды. Қанша жас? Мен үлкен. Сіз үлкен болдыңыз. Қанша жас? 6-7 жас. 6-7 жас. Және оқиға қайталанып жатқандай көрінбейміз? Қайталанып жатыр. Бірақ енді ол кезде маған как-то бір андай ойлап қалдым, енді бізде болашақ болатын шығар деген сияқты. Под конец айтты, что жоқ деп. Просто мен 2 жыл как бы уақытым кетіп қалды. Бірақ енді айта кету керек, енді Арай, сіздің түріңізге қарап, жасыңыз кәдімгі 30-дан асқан келіншек екеніңізге қимайсың, яғни бір 30-ға жетпеген сияқтысыз, енді түрі сондай ғой, енді Асхат қарашы, айтып отыр, өткен ара қатынасым жаңағы жас айырмашылығы болды, мен ол жаңағы жігіттен үлкен болдым дейді. Саған бұл нақты мәселе ме жоқ па? Сен өзің елестетіп бердің. Махаббат жасқа қарай ма сен үшін, қарамай ма? Махаббат жасқа қарамайды негізінде. Қарамайды, яғни сен осы ұстанымды өзің соған сенесің және осыны ұстанасың. Егер ғашық болсам, мен жасына, басқасына қарамаймын. Қарамаймын. Түсінікті. Онда дұрыстап танысып көрдің. Жоқ әлде достарың көмектессін бе? Иә. Ең жақын досым Мейірбек айтсын. Иә. Мен сөйлеп жатқан едім, рахмет. Айттың ғой, иә, ең жақын досым Мейірбек. Қош келдіңіз. Таңдауыңыз негізі жаман емес. Асхаттың негізі тілі кішкене ащы болғандығымен негізі өте ақ көңіл бала. Бейі тәтті дейсің. Иә, негізі жақсы бала. Ада жаңа айтып кеттіңіз ғой, ер адам 30 жасқа дейін жаңағыдай үйі болу керек, көлігі деген сияқты, иә, жаңағыдай. Ал сіз өзіңіз ондай ер азаматқа не бере аласыз? Өйткені ондай талап айтудың алдында кішкене өзінде сай болу керексің да соған. Сіз жалпы қандай қолыңыздан не келеді, қандай икеміңіз бар? Мен енді жұмысым бар. Қосымша табыс тауып жатырмын. Жоқ, негізі қыз баласы жұмыс емес, кішкене үй жағынан деп жатқан. Конечно, үй жағында. Себебі мен өзім ата-апамның қолында өскем, ауылда. Сондықтан қолымнан бәрі келеді. Осы қалаға келіп қана ғой, 5 жыл ғана осы мамам қасында тұрып жатыр. Атаңыз бен әжеңіздің қолында өстіңіз, иә? Яғни ол қалай болды? Бізде мысалы мынандай бір дәстүр бар, иә? Тұңғыш баланы жаңағы ата-ананың қолына беру, жаңағы зейнетке шыққан жасының сәнін келтіру үшін солар тәрбиелесін деп. Сондай дәстүр бар. Сол дәстүр бойынша берді ме сіздің тәрбиесіне? Мен әкем, өзім туған әкем, мен ол кісіні көрген жоқпын. Айтуға ұялмаймын, себебі мен ол кісіні іздеген де жоқпын. Енді анамның айту бойынша ол кісі мені керек қылмаған. Сондықтан мені әлі 40-ма шықпастан жатып, ол кісі мені енді жылағаннан ары бері енді үнін өшір деген сияқты айтқандықтан, мамам қорыққандықтан мені ата-апама берген ғой. Енді қазірге уақытшаға деп сөйтіп берген болатым дейді, бірақ ата-апам мамамды да алып кеткен бірге. Тұруға болмайды, как бы сені де өлтіріп қояды деген сияқты ше. Кәдімгідей күдіктенді дейсіз. Сөйтіп ажырасып кетті ме екеуі? Иә, сөйтіп екеуі екі жаққа кеткен. Мен прям сол 40-мнан шықпастан жатып, сол ата-апамның қолында өскем, сол кісілерді апамды мама деп өскем. Демек енді ауылда ата-әженің тәрбиесін көргеннен кейін бүкіл ауыл тіршіліктері қолынан келеді дейсіз. Қолынан келеді. Сиыр сауу, аула сыпыру, жаңағы қамыр ашыту, нан пісіру, жаңағы бауырсақ, басқасы, беш бармақ, қолдан қамыр илеу, бәрі келеді қолдан. Міне өзіңнің армандаған қызың ғой. Асхат. Иә, қуанып отырмын. Жоқ әлде сенің елесіңде біз қалада тұрамыз және ондай дүниелердің қажеті қанша дейсің бе? Яғни сиыр сауала ма, сауалмай ма, оның мәні қанша егер қалада тұрсың? Жоқ, қанша жерден қалада тұрғанмен енді бәрі ата-анам ауылда тұрады. Жағдай болады ғой. Барып қызмет етіп тұрады. Қызмет етеді. Ауылға барып, ауылың қай жерде сенің? Арыс. Арыста. Енді Арыс әдемі жер ғой, керемет. Иә, Ерлан. Арай, қош келдіңіз. Сізге сұрақ қояйын деп едім. Қазір кішкене Асхат қобалжып отыр ғой, бір ақпарат шыққы қала ма деп. Егер сол ақпарат расталып жатса, иә, сіздің көзқарасыңыз өзгеріп, таныстық ары қарай дайын боласыз ба жалғастыруға? Жаңағы қорқып отыр ғой, ақпарат айтып жатыр ғой, сол жайлы сұрап отырмын. Ол ақпараттың өзіне байланысты емес пе? Қандай ақпарат мысалы? Қандай ақпарат болса да? Айтып жатыр ғой, бір жерде болған, ішкен, сол жайлы бірдеңе шықпаса деп қобалжып отыр ғой. Егер сол расталып жатса, сіз ары қарай дайынсыз ба жалғастырғанға? Ол ішкенде, бір күнде қыдырғанда тұрған ештеңке жоқ деп ойлаймын. Иә, маған дейін болған жағдай оның үстіне дейсіз ғой. Сұрақ қоя кетсем бола ма? Арай ханым, қош келдіңіз. Жаңағы өзіңізден жасы кіші жігіттермен жүреді екенсіз, байқаған бойынша жаңағы сөзге қараған кезде, иә? Жүргенсіз, иә. Енді олмен жаңағы жас мәселе болды дедіңіз, болашақта осы нәрсе қайталанып қалады деп қорықпайсыз ба? Өзіңізбен жасты ер азаматты іздеп көрмедіңіз бе негізінде? Басқа да интернет желісі арқылы болсын, бәлкім танысып деген сияқты. Жоқ, ондай кездер болған, таныстырған да болған, өзім де көргем танысып.
бірақ никак не получалось. Не кедергі болды ол жас айырмашылығына? Жоқ, жас айырмашылық мәселе маған деген кіші болу керек деген міндетті емес. Енді бұйырған солай болып қалды. Мен енді қазір енді прям сол жасқа маған осындай кішкентай жігіт керек деп айтып жатқан жоқпын. Жалпы мына жерде біздің қатысушы қыздарға қандай бір өсиет айтар едіңіз? Сонша жасқа келіп жүріп қалмайтындай бір... Мәселе бұл жерде бұл жүріп қалуда бір себеп болды. Енді айтуға тура келіп тұр. Айтыңыз, біздің қыздарда да бәлкім ол енді ол қыздарға как-то ол сабақ болады деп айтпаймын, ол өзіме жеке қатысты нәрсе болғандықтан мен біраз жылға қалып қойдым осылай, тұрмысқа шықпай. Себебі кезінде бір жігітпен жүрген болатынмын, 20 жасымда. Оның алдында біз авария болған болатынбыз. Сол кезде мен операция жасаған болатынмын. Ну, лицевой части до раздроблено. Сол кезде операция болды 2 рет. Содан кейін, сол жағдайдан кейін жаңа кісімен мен танысқан болатынмын. Басында бәрі жақсы болды, керемет болды, как обычно, у всех это. Потом уже как-то соған касаться ете бастағаннан кейін ол кісі маған айтты, сен маған тұрмысқа шығатын болсаң, өзіңді внешностіңді өзгертуге дайынсың ба, как бы заметно деген сияқты, потому что это как бы лицо болғандықтан, и мен оны көңіліме қатты алып қойдым. Потом менде комплекс басталды. Біз ол кісімен расстались, сол сөзден кейін, и мен комплекспен біраз жылдай жүріп қалдым. И одан кейін отношения болды, бірақ мен өзім қарсы болдым, ол жігітке тұрмысқа өзім шыққым келген жоқ. Демек, менің внешностіма қарап, мен жан дүниеме қарамады деген ойға келдіңіз ғой? Соған мен обида болды, мен сол уақытқа дейін бір комплекспен өмір сүріп келдім. Осы 30 жасқа дейін деп айтсам болады. Потом уже 30 жастан бастап, как-то өзіме бір самоцель қойдым. И как-то соны переборола. Жібердіңіз, яғни? Иә, жібердім. Демек, өзіңізге адамның түрі әлпет емес, жан дүниесі маңызды. Жан дүниесі маңызды, иә. Ал сен үшін маңызды қайсысы? Түрі әлпеті ме, жан дүниесі? Жан дүниесі маңызды. Жан дүниесі маңызды. Онда дәл тауыпсыз ғой, қай қатысушыға келетініңізді. Бірақ мәселе жаңағы сіз айттыңыз ғой, соңғы арақатынасым жас мәселесі бойынша тоқтады. Бірақ енді жас мәселесін ескере тұра басталды ғой. Менің ойымша бұл жерде жас мәселесі емес, нақты бір, яғни... Себеп ба? Себеп болғанда, яғни көзге шөп салды деген себеп емес, бір үнемі қайталанып, мен енді бұған шыдай алмайым деген сияқты бір жағдай болған сияқты. Білмеймін, мүмкін сізді тым қызғаған шығар, мүмкін үйден жібермеген шығар ешқайда, құрбыларың мен араласпа деп, мысалы, шектеп тастаған шығар. Бәлкім сіз жасадыңыз оны, қайсысы болды? Жоқ, одан деп ойлаймын, потому что мен өзім ашық адамым да, и мен сөйлескен кезде бәрі ашық болған қалаймын. Ол кісі кішкене тұйықтау болды да. Сол моментке келген кезде, соңғы кездер көп ұрыса бастадық. Тұйықтығынан, там, мен сұрайтын ғой, не болды, енді айт деген сияқты. Сол кезде айтпайтын да, и сол уже ұрыс прям постоянно қайталана берді да, и уже ол ұрыс уже неуважениеға барды да. Уже наматық дегендей. Сонымен жаңа возрастты айтты, басқа жағын айтты, анау айтты, сонымен расстались. Түсікті. Енді ондай арақатынастарда болады. Көрдің ғой, жігіттің тым тұйықтығы, мәселелерді ашық айта алмауы түбінде осылай арақатынасын тоқтауына себеп болды деп. Асхат, сен қандай адамсың? Яғни, мәселе бар ма, бірден бетке айтасың ба, жоқ әлде ішінде жинап жүре беретін мінезің бар ма? Жоқ, ашық айтам. Ашығын айтасың. Онда бүкіл сіздің талаптарыңызға сай келіп тұр ғой. Альбини кафесі дайын тұр, шайы бар, ыстық, тәттілер бар. Сол жаққа барып әңгімелесесіңдер ма? Иә, сөйтейік. Онда шығарып сал. Бірақ мен ерте жібердім ғой дейме. Қазір Олжас құлағыма айтып жатыр, бекер жібердім.